өзіңіз артық қыламын деп керісінше балаңыздың жағдайын қиындатып алуыңыз мүмкін. Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгін біздің кезекті тақырыбымыз скарлатина. Көптеріңіз мүмкін кездескен боларсыздар, туыстарыңызда, таныстарыңызда, бәлкім басқалардың балаларында болсын көрген боларсыздар. Баланың денесіндегі майда бүкіл денені басып кететін қызыл бір-бірімен қосылған нүктелі аллергияға ұқсайтын бөртпелер және баладағы жұтынудың қиындауы, дене температурасы, бұның барлығы скарлатинаның симптомдарына жатады. Енді скарлатина дегеніміз не? Осы тақырыпқа тоқталайық. Скарлатина бета-гемолитикалық стрептококкпен шақырылатын ауа тамшылы жол арқылы берілетін біздегі бактериалды инфекция болып табылады. Бұның негізгі себептерін жоғарыда атадық. Біріншісі бізде бұл жерде триада бар. Мына жалпы бүгілетін аймақтарда денеде көптеп шоғырланған майда қосылған сливающийся дейміз қызыл нүктелі бөртпелер баланың тамағындағы ірің, тілдегі малина тіктес түкшелердің пайда болуы, тілдің цветінің өзгеруі, дене температурасының 38-39-40-қа дейін баруы, баланың жұтынуының әлсіреуі секілді симптомдармен жүретін ауру болып табылады. Скарлатина кезінде жалпы біз не жасауымыз қажет? Жоғарыда аталғандай бета-гемолитикалық стрептококк болғандықтан бірінші кезекте антибактериалды терапия, яғни антибиотикті қолданатын боласыздар. Жалпы стрептококқа бізде ампицилин препараты өте пайдалы, сезімтал болып табылады. Сол себептен цефазолин, цеф3, цефтриаксондарға қарағанда скарлатина кезінде ампицилинді қолданғанымыз өте жөн. Және де бала тамағында жұтыну қиындайды деп айттық. Жұтынуды қиындауын болдырмау үшін балаға жылы су және де фурацилин ерітіндісімен 0,2% фурацилин ерітіндісімен тамағын көбірек шайғызу қажет. Немесе егер 1 жастан асқан бала болатын болса, бұл кезде түрлі спрейлер бар бізде. Жергілікті ауырсынуды басатын, қабынуды басатын және мына миндалинадағы бадамша бездеріндегі іріңдерді жалпы сылынып түсуіне көмектесетін түрлі спрейлер, тамфлекс, ингалип секілді спрей түріндегі препараттарды қолдансаңыз болады. Үй жағдайында балада 39-40-қа дейін температура болады дедік, және бұл температура 3-4 тәулікке шейін сақталуы мүмкін балада. Себебі бұл бізде бірінші себебі біздегі мына миндалинадағы ірің. Яғни ірің қашан толығымен кетеді, баладағы температура түсіп, баланың жағдайы жақсара бастайды. Негізі мына денедегі жоғарыда аталған бөртпелер неден пайда болады? Мына бадамша бездегі іріңнің лимфа бездері арқылы жалпы қанның құрамына өтуінен организмнің, былайша айтқанда, сол қоздырғышқа, бактерияға иммундық реакция ретінде беретін көрінісі бізде бөртпе ретінде беріледі. Және клиникалық жақсаруы кезінде баланың жағдайы жақсара бастағаннан бастап жаңа бөртпелердің беті қабыршақтанып түсе бастайды. Яғни былай қарапайым тілмен түсіндіргенде күннің көзіне күйген кезде бір қабат тері қалай сылынып түседі, дәл сол секілді балаларда да сондай көрініс бола бастайды. Бұл жалпы аурудың жазылу фазасына жеткендігінің дәлелі. Жалпы өршу сатысында температура болып, барлық симптомдар өршіп тұрған кезде баладағы денедегі қышу болуы мүмкін бөртпелер, және бала түнгі уақытта мазасыз болып, ұйқысы тыныш емес болып, қышудың әсерінен. Осы кезде антигистаминді кетатифен таблеткасын қолдансаңыз болады. Возрастной дозировкада баланың салмағына сай кетатифен таблеткасын қолданып отырасыздар. Және кетатифенді 3 күннен артық қолдануға болмайды, өйткені ол кетатифеннің кері әсері балаға ұйқышыл, ұйқыға шақыратын болады және балаңыз көп ұйықтауы мүмкін. Және де интоксикацияның әсерінен, жоғары температураның әсерінен балада судорога болуы мүмкін. Сол себепті мүмкіндігінше 38 градус Цельсияға жеткен кезде дене қызуын обтирание жасап, көбірек су беріп, жаропонижающий жаңағы парацетамол, ибуфен немесе нурофен секілді температураны түсіретін препараттарды беріп, баланы поддержать етіп отырасыз. Енді жалпы интоксикацияға байланысты, интоксикация дегеніміз температураның әсерінен организмнің улануы, соның дәрежесіне байланысты бала стационарлық лечение алады, немесе үй жағдайында емделеді.
деген секілді нәрсе шешілетін болады. Бұл шешімді бізде дәрігер қабылдайды міндетті түрде, дәрігер инфекционист немесе дәрігер педиатр. Сол себепті егер жоғарыда аталған белгілер болса, балаңызды сол белгілер мазалап жүрсе, сол клиника балаңызда айқын болса, міндетті түрде дәрігер педиатрдың, инфекционисттің кеңесіне жүгініңіздер. Өйткені сіз үй жағдайында емдеймін деп балаңызға артық қыламын деп тыртық қылып жатамыз дейді ғой. Сол секілді өзіңіз артық қыламын деп керісінше балаңыздың жағдайын қиындатып алуыңыз мүмкін. Скарлатина бұл ойнайтын ауру емес, өйткені скарлатинаның асқынуы ретінде постинфекционный артрит дейміз, мына буындардағы ауырсыну, баланың жүруден определенный уақытқа жүруден қалуы, яғни аяғын баспауы, буындарының қозғалысындағы ауырсыну секілді асқыну көріністері белең алуы мүмкін. Скарлатина егер жоғарыдағы белгілердің біреуі болсын сіздің балаңызды мазаласа, міндетті түрде дәрігердің кеңесін алып, дұрыс бағытта, дұрыс тактика, дұрыс ем қолдану арқылы ертерек балаңыздың сауығуына жағдай жасайсыздар. Балаларыңыз ауырмасын, сіздердің дәрігерлеріңіз педиатр, инфекционист Қалдарбек Абылай. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы видеолармен сіздермен бөлісетін боламыз.